Жалпы матрицадағы әр санның өзінің мән мағынасы бар, Осы видео арқылы сіздер өздеріңіздің матрицаларыңызды қарап талдасаңыздар болады. Мысалға, сізде 2-1 болатын болса, бұл жерде 3-1 тұр ғой, ал сізде 2-1 болатын болса, және 9 болатын болса, ортасында 5 деген сан жоқ болатын болса, онда сізде менмендіктің жоғары түрі деген сөз. Егер де сізде 3-1 тура осындай матрица болатын болса, 3-1, 5 жоқ, 9 болатын болса, бұл менмендіктің басым түрі деген сөз, линия эгоцентризма деп аталады. Ал егер де сізде 4-1 болатын болса, және де 9 болатын болса, онда сіз соқыр және керең программасы бар деген сөз. То есть сіз ешкімді естімейсіз, тыңдағыңыз да келмейді, тек қана өзіңіз айтқаныңызды істейсіз деген сөз, То есть эгоцентризм өте жоғары. 4 бірлігі бар және 9-ы бар адам, ортасында 5 деген сан болмаса, ол адамға өзгеру өте қиын. Келесі сызық ол 1, 4, 7. Осы сандардың барлығы сізде болатын болса, бұл ақша және сексуалды энергия сызығы болып есептелінеді. Ал 7, 8, 9 ол трансформация және шексіз ақша сызығы. Егер де сізде 9-да, 8-де, 7-де болатын болса. Ал егер де сізде 1, 2, 3 деген сан болатын болса, бұл денсаулық сызығы. 3, 6, 9 бұл жетістік сызығы болып есептелінеді. Ал енді 2, 5, 8, 3, 5, 7 ол табыстың сызығы, то есть линия успеха. 2, 5, 8-ді айттық. 4, 5, 6 бұл интеллект сызығы болып табылады. Қарым-қатынас және жеке әлеуқаттылық сызығы. Жеке әлеуқаттылық, то есть личное благополучие. Енді қысқа сызықтар қалды. 6, 8 дегеніміз санасында демалу сызығы. 6, 9 жобаны аяқтау сызығы. 6-да 2 рухани байлықтың сызығы. 4, 8 карманы әрекетке айналдыру сызығы. 2-де 4 алған білімді тез шынайылыққа жеткізе алу сызығы болып табылады. Және де тағы бір сызық бар, 3 және 7 бұл қызғаныштың сызығы болып есептеледі. То есть линия зависти. Адамдарға ол бір адамдар жетістікке жетіп жатса, қызғаныш, прям зависть болады ол адамда. Сіздің туған күніңіздегі сандар нені білдіреді? Мысалға, 13-ші 12-сі 1986 жылғы. Осы туған күнді зерттейік. Міне, бұны осылай бөлеміз, матрицаға бөлеміз. Матрица дегеніміз ол сіздің туған күніңіздегі сандар. Міне, бұна туған күнде бізде бірліктен 3 бар, 2-ден 1 бар, 3-тіктен 1 бар, 4 жоқ, 5 жоқ, 6 бар, 9 бар, 8 бар, 7 жоқ, Міне, осы сандар сіздің матрицаңыз болып есептелінеді. Матрица бұл сіздің туа біткен қабілеттеріңізді көрсетеді, ең мықты тұстарыңызды көрсетеді. Ал жоқ сандар ол сіздің әлсіз тұстарыңыз. Енді осыны нақтылап сіздерге көрсетейін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Өздеріңіздің де туған күндеріңізді осы видеоға қарау арқылы талдай алатын боласыздар. Міне қараңыздар. Әр бір деген сан ол мен деген сөзді білдіреді. 5 болса, бұл адам адекватты адам болып есептелінеді. Ал бұл жерде 5 жоқ болса, онда 1 мен 9 қосылып, бұл менмендіктің басым болуын көрсетеді. Бұл адамда жетістіктің сызығы бар. 3, 6, 9 ол жетістіктің сызығы болып есептелінеді. Және 1, 2, 3 ол денсаулық сызығы болып есептелінеді. Және де қысқа сызықтар бар. Бұл қысқа сызық 6, 8, 6, 2 деген қысқа сызықтар бар. Бірінші денсаулықтың сызығына келетін болсақ, яғни бұл кісі қай жер ауырып тұрғанын өзі сезеді. Және де оны өзі емдей алады. Сондай қасиет, сондай қабілет берілген деген сөз. Ал енді 3, 6, 9 бұл кісі жаңағыдай жетістікке өзі жете алады. Мысалға, бастаған істі соңына дейін жеткізе алатын қабілет бар. Яғни 6 мен 9 ол бастаған істі соңына дейін жеткізе алу деген сөз. 3 ол талдау, яғни талдау арқылы өзінің мақсатына жете алады деген сөз. 2 ол адамға берілген түсінік.
яғни кез келген ситуацияны, то есть жағдайды түсінеді, адамдарды түсіне алады деген сөз. Екі болмаса ол өте қиын. Мысалға отбасында түсінбеушіліктер өте көп болады. Екі деген сан болмаса адам түсінбейді. Бірнеше рет оған қайталап айтуым керек, сол кезде ғана бірақ түсінеді. Түсініктің белгісі бұл екі деген сан. Үш деген сан ол анализ, яғни барлық нәрсені талдау арқылы, жоспар құру арқылы жасай алады деген сөз. Бір деген сан ол адамның жауапкершілікті өзінің мойнына ала алу қабілеті, шешім қабылдай алу қабілеті. 6-9 деген ол жобаны аяқтау сызығы, яғни бір жоба бастайды, соның аяғы қашан аяқталатынын уже алдын ала біліп тұрады. Осы уақытта бастаймын, осы уақытта аяқтаймын деп. Яғни конечный результат, финишті көріп тұратын адам. 6-8 бұл санасының ішінде адам демалу сызығы болып есептелінеді. То есть адам тез қалпына келе алады. Яғни мысалға жұмыста кішкене демалып алып, қайтадан жұмысын жалғастыра алады деген сөз. 6-2 деген бұл рухани байлықтың сызығы. Яғни адам санасын дамытатын болса, ерте ме кеш пе бұл адам жетістікке жетеді, байлыққа жетеді. Енді бұл матрицада бізде 3 сан жоқ, 5, 4, 7 деген сандар жоқ. Сол сандарды біз өмір бақи толтыруымыз керек. Осы сандармен жұмыс жасауымыз керек. Адам қай кезде қиыншылықтар өте көп болады, қай кезде қарыз бен кредитқа кіреді, осы сандарды толтырмаған кезде. Бұл жай ғана сан емес қой, бұл санның энергиясы. Бұл яғни энергия. 5 деген энергия, 4 деген энергия, 7 деген энергия жетіспейді ол адамға. Мысалға 5 ол коммуникация, адамдармен тіл табысушылық, қарым-қатынасқа жауап беретін сан. Кез келген адаммен тіл табысып сөйлесе алу қасиеті. Бұл адамда әлсіздеу болып келеді. Яғни мысалға бизнес жасайтын болса, кез келген адаммен сөйлесу үшін бизнестің тілін білу керек. Ондай жоқ, әлсіз. То есть, 4 ол енді білімге жауап береді және де мақсатқа жауап береді. Яғни бұл адамға 4 деген сан жоқ болғандықтан нақты мақсат қою өте қиын. Нақты мақсаты жоқ. Сондықтан да өзінің көздеген мақсатына жете алмайды. Сондықтан мақсат қойып үйреніп, сол мақсатқа жетуді үйрену керек. Ол үшін барлық мақсатқа жетудің жоспарын сызу керексің. Міне осы күні осыны жасаймын, осы күні осыны жасаймын деген сияқты нақты жоспар болу керек. Жоспарсыз болатын болса, және де дисциплина болмаса, жетістікке жетуі, мақсатқа жетуі қиын. Жетістікке жету үшін, мақсатыңа жету үшін, қалаған ақшаңа жету үшін сенде энергия болу керек. Мына жерде 7 деген сан жоқ, ол 7 деген ол энергияға жауап береді. Енді осы 3 санды толтыруымыз керек. Біз бұл сандар жоқ болған кезде өзінің арманына жете алмайды. Және қарыз кредитқа кіруі мүмкін осы энергиялардың жоқтығынан. Себебі қарыз деген ол энергия. Энергияны қарызға аласың. Міне, сондықтан да пайда болады қарыз деген. Қарыз ол жаман емес негізінде. Қарызға кіру арқылы адам өзінің қабілеттерін ашады. Осы берілген қабілеттерін, потенциалын ашады. Қарызға кірдің ба, значит, осы матрицаға қарау керексің. Яғни қалаған мақсатыңа жету үшін, қарыздан құтылу үшін сен осы берілген қабілеттерді жаңағыдай өзіңнің потенциалыңды пайдалану керексің. Ал жоқ қабілеттеріңді, яғни әлсіз тұстарыңды, мысалға мына кісіде 5 жоқ, 4 жоқ, 7 жоқ, осы әлсіз тұстарын толықтыру керек. Осымен әрдайым жұмыс жасау керек. Болды, мен осы бір ай ғана жұмыс жасаймын, одан кейін болды деген сөз жоқ. Бұны өмір бақи толтырасың сен. Сондықтан да матрицаны білу өте маңызды. Бұл сана-саны, миссиясы, профориентациясы жаратушыдан келген міндеті бар адамның, соның барлығын білу маңызды. Бұл жерде мен топқа сіздерге жаңағыдай тек қана осы матрицаны ғана түсіндіріп отырмын. Тек қана туған күндегі сандарды айтып отырмын. Одан бөлек қаншама ақпараттар бар. Өздеріңізде осындай сызықтар бар ма, қандай сызықтар бар, соны талдаңыздар. Әлсіз тұстарды
барлығын толтыруға болады. Именно осы матрицаға сәйкес айтып кетейін. Бұл матрицада енді 5 жоқ, 5 ол коммуникация, то есть адамдармен танысу керек. Көп адамдармен танысу керек. Күніне 5-10 қанша адам бар, сонша адаммен танысып отыру керек. Өйткені адамдар арқылы саған жағдай мүмкіндіктері келеді. 4 ол білім алу керек. Тектік білім жоқ, сондықтан да білім алу керек, мақсат қойып үйрену керек. 7 кундалини энергияны көтеру үшін ходьба, то есть таңғы жүріс энергияны өте жақсы көтереді. Міне осындай ұсыныстар. Сіздер де өздеріңіздің матрицаларыңызды осы разборға қарау арқылы талдап көріңіздер.